Так, міне мен көріп тұрғандай оқушылар, мынау екінші сұрақ. Неге мына номеріне қарап отырып, себебі SAT-де сұрақтар және өзінің бір реті бар. Мысалы, алғашқы сұрақтар ол, мысалы, бірінші сұрақтан бастап, примерно 5-ке дейін это vocabulary, және vocabulary, сендер жек көресіңдер оны. Vocabulary неге? Себебі vocabulary көп сөз білу керек, оның сөздің мағынасын түсіну керек, тексттің мағынасын түсіну керек. Ең оңай сұрақтар, ну, оңай дегенде как грамматический сұрақтар бізге относительно оңай. Ол 15 пен 27 арасы, в основном грамматика и текстің структурасына соған. Вот это оңай сұрақтар относительно. Точнее, оларға дайындалу оңай. Дайындалу оңай осы 15 пен 27-ге. Сондықтан мені бірінші лайфхакым сендерге айтарым. Тестті бастаған кезде бірден 15-ші сұраққа секіріңдер. Бірден 15-ші сұраққа. Түсінікті ме? Солай сендер көптеген уақыттарын экономдайсыңдар. Осыны 15 пен 27-ні орындап тастап, уже сендер 13 сұрақты бітіріп тастайсыңдар сразу. Сосын барып сендер қайтадан бірге көшесіңдер. Вот солай орындасаңдар сендерге өте эффективно болады. Бұл лайфхак, түсінікті ме? 15-ке көшесіз бірге. 5 бұл түсінікті болды. Так, енді екінші сұрақ. Бұл vocabulary сұрағы, бұл кішкене қиындау. Қиындау дегенде, бұнда просто ең басты нәрсе мына варианттардың смыслын түсіну керек. Яғни әр сөздің смыслын түсіну керек. Мына жерде екі оңай сөздер, мына сөздерді білесіңдер, уже эксперимент деп атайды, бір экспериментировать ету и improve on. Яғни improve деген нені білдіреді? Улучшить. Улучшить, иә. Ал adhere деген сөз нені білдіреді? Если ешкім білмесе тоже нормально, потому что бұл оңай сөздің бірі емес, кішкене бұл advanced level сөзі. Adhere. Оның бірнеше мағынасы бар. Мынау улучшить. Adhere'дің бірнеше мағынасы бар. Жалпы көбінесе қолданатын мағынасы SAT текстерде это observe и follow. Бұл синонимдерін жаздым. Это яғни следовать деген сөз, следовать. Бір нәрсеге следовать ету, придерживаться ету. Мысалы, бір заңға сүйену, заңға бағыну. Түсінікті ме? Немесе следовать какой-то религии. Мысалы, религияға сүйену. Немесе бір салт дәстүрге сүйену. Салт дәстүрге, мысалы. Бұл сөз, қараңдар оқушылар, өте маңызды нәрсе. Қандай контекстте қолданады? Adhere деген басының adhere, мысалы, adhere to, мысалы, religion деу мүмкін. Яғни религияға сүйену. Немесе, мысалы, traditions, традицияға сүйену. Түсінікті ме? Немесе какие-то rules, правила. Бұл сөз жазып алыңдар, adhere деген сөз. Бұл SAT-де практически всегда келеді. Всегда дегенде, скорее всего, текстін көресіңдер оны. Скорее всего, бұл сөзді. Так что кім біледі, жазып алыңдар. Adhere to. Синонимдерін жазып қойдым. Observe и follow. Яғни следовать чему-то. Мысалы, айтпаймын ба, ағылшында текстіде follow me, яғни следуйте за мной. Follow him. Жазып алдыңдар ма? Жалғастыра берейік. Енді келесі сөз. Grapple with. Grapple деген негізі это бороться деген сөз. Это осындай спорт түрі де бар. Grapple деген бороться. Вот сол. Бороться, мысалы, білмеймін, кішкене тіресіп қалу дегенді білдіреді, цепиться, сондай білдіреді. Тіресіп қалу, күресу біреумен. Буквально күресу болады. Немесе бороться деп андай маған айтуға, мысалы, өмірмен күресу, біреумен күресу деген секілді. Так, все.
сөздің мағыналарын білеміз бүкіл. Яғни бірінші нәрсе успехтің бірінші факторы это мына сөздердің мағыналарын білу. Мына варианттарды түсінбесеңдер кішкене сабылғаран қиын болып кетеді. Келесі кеттік. Енді текстті оқиық. Текстті оқыған кезде бір какой-то не айтылған artisans of Egan Erewhon деген бір адам, яғни Egan деп қойып, Нигериядағы typical in the bronze and brass casting techniques. Яғни ол какой-то бір bronze and brass casting деген это не бронза мен брас деген это темірдің түрлері, білесіңдер, бронза не екенін білесіңдер. И брас деген тоже темірдің түрі, точнее металлдың түрі, бір латунь деген металл бар. Сол бронза деген тоже соның қалай соны несеудің құюдың соны араластырып құюдың техникаларына, главное техника мына жерде қараңдар. Ключевой слово техника. И have been passed down through the families. Яғни айтты ма, мысалы, ұрпақтан ұрпаққа тарады деген секілді нәрсені. Техника осындай ұрпақтан ұрпаққа тарады. Қай жылдан бастап, точнее қай ғасырдан, 13-ші ғасырдан бастап, химияға дейін передаваться еткен, ұрпақтан ұрпаққа передаваться еткен. Түсінікті да? Бірақ олар, қараңдар, бірақ олар жестко бұл традицияға бағынбайды екен. Яғни, точнее, олар әрбір традицияға жестко бағынбайды екен. Түсінікті ма? Қараңдар, мына жердегі ең ключевой слово нені байқапсыңдар? Observe every tradition. Мен айттым, adhere туралы не айттым, оның синонимі айттым, observe деп. И ол қандай контекстті қолданады дедім? Религия, традиция, бір какие-то правила, яғни бағыну, бір нәрсеге сүйену. Мына жерде именно традицияға сүйену туралы айтылып тұр. Яғни соның синонимі бар болса, все, сендерге басты мақсат мына жерде vocabulary question'дарда ең басты мақсат сол сөздің синонимін табу керек. Ол сөздің міндетті түрде синонимін қолданады мына жерде. Немесе керісінше антоним қолдану мүмкін. Яғни синоним антоним керек. Потому что мына жерде don't деген түр, мына жерде там don't деген бір нәрсе тұрса тоже, онда солай болып қалады. Там синоним антоним қарастыру по контексту. Мына жерде бізде как раз по контексту кетіп тұрған adhere. Яғни неге adhere десеңдер, adhere үшін техника. Осы техникаға сүйену. Олар ұрпақтан тарап кеткен техникаға сүйену екен, соған не істейді екен, исследовать етеді екен. Именно металлдың бір құюдың бір техникасы бар, олар всегда тек қана соған сүйену екен. Түсінікті ме? Улучшить деген келмейді, эксперимент ету деген келмейді. Бороться деген это мүлдем демейді, бороться мүлдем қатысы жоқ, бірақ как раз таңертең соны белгілеп қоясың. Менің түсінігімше сен мүлдем мына сөздерді мағыналарын дұрыс түсінбедің да, adhere'дің, grapple-дың. Сол үшін сен на-рандом белгілей салдың. Менің түсінгенімше. Солай ма? Эксперимент пен импров түсіндім да, бірақ ол жерге келмейтінін білдім. Бірақ вот adhere мен grapple-ды түсінген жоқпын. И ойладым, что типа adhere өз более дұрыс келетін шығар. Ой, grapple өз дұрысырақ келетін шығар деп белгілей салдым. Рандом. Молодец, сен. Хотя бы сен найти келмейтінін түсініп уже. Мен сен келмейтінін түсіндің. Вот осындай кезде бірден сызбасыңдар. Қайсысы келмейді, хотя бы 50-50 деп, хотя бы 50-50 болып қалыңдар. Хотя бы 50-50. Сол болып қалыңдар. Екінші нәрсе, это осындай синонимдер табыңдар всегда. Текстің синонимдер табып алдым, синоним таптым мен observe. И всегда сол контекстпен қолданып сөздерді қараңдар. Мен сендерге айтамын, көзілетін сөзді просто айтып тамамды. Оның қолданатын контексттерін қараңдар деймін. Осындай тексттардағы қай кезде қолданды, қандай сөздермен қолданды деймін. Всегда синонимдерінде тоже қараңдар деп айтамын. Яғни просто сөздің өзін аттамаңдар. Желательно. Келесі сөз уже бізге ондай қатты прям мықты бір сөздік қор керек емес. Мына тексттегі басты мақсат, яғни жай ғана main idеяны түсіну керек, негізі на самом деле main idея, основной смысл түсіну керек. Вот сол, яғни бүкіл сөздерді түсіну не обязательно. Вот. Бірінші текст оқу керек, мұқият текст оқып аламыз. Сосын өте мұқият сұрақ оқу керек. Мұндағы басты ключевой успех
сұрақты 100% түсіну. Кейбіреулер сұрақты дұрыс түсінбей, там былай оқып тастап, бірден қарап кетеді. Бірінші, пожалуйста, сұрақты оқып алыңдар дұрыстап. Точнее, текст оқыған екен, сұрақты дұрыстап түсініп алыңдар. Текст оқи, окей, текст оқу осындайға шанс беремін. Бір тездетіп оқып алсаңдар болады. Так, надеюсь, тездетіп оқып алыңдар. Енді кеттік бастап. Мындай не айтылды? 2014-те Анилия өзінің командасымен не істеген екен? Мына бір какой-то мақсат қойған екен, не істеуді? Вертолет құруды. Вертолет, который қайда ұшатын? Қайда ұша алатын, точнее, capable, не, ұша алатын. Қайда ұша алатын? Марста. Дұрыс. Әне сондай бір намерение жасаған екен, сетаут деген, скажем так, бастау бір нәрсені, намереваться ету бір нәрсеге. Сондай. Марсқа ұша алатын. Әне мақсат деген мощный екен, Марсқа ұша алатын вертолет. Келесі қараймыз. Әне мақсат осы. Түсіндік оны. Келесі. Марстың атмосферасы деп тұр, қараймыз. Не деп тұр мына жерде оқыңдар осы жерде. Мағынасын түсінікті ма? Because дегенмен. Марстың атмосферасы қандай дейді? Мен осы жерде дәнс деген екенін түсінген жоқпын оған, если честно. Сендер физиканы ағылшынша оқисыңдар ма? Кім физиканы ағылшынша оқиды? Бізде өзі класста тек үш ақ қыз оны физика оқиды, біз бірақ ағылшынша оқи береміз. Ағылшынша оқимайсыңдар да? Окей. Дэнс деген от слова. Дэнс деген тығыз деген сөз. Жазып алыңдар. Тығыз. Орысша плотный. Это adjective түрі. Мен ағай, оның noun түрі қандай дейсіңдер? Ол тоже керек болып қалуы мүмкін. Density. Это плотность. Плотность. Ну, физиканы оқитындар, это raw деген болмай ма? Raw деген очень біледі. Плотность, тығыздықты көрсететін. Вот сол. Density жазып алыңдар. Яғни қараңдар, не деп тұр? Атмосферасы қандай деп тұр? Марстың атмосферасы қандай екен? Жердің атмосферасымен 1% кетіп бірдей ма? Иә, Екеуінің несі бірдей тығыздығы. не совсем бірдей, жердің атмосферасының тек қана 1%-дай. Мысалы, жердің атмосферасы білмеймін, какой тығыз болса, ал Марстың атмосферасы одан 100%-ға не екен, тығыз емес екен. Түсінікті ма? Жердікі 100 есе тығыздырақ, более тығыз, такой плотный. А Марстікі такой, керісінше, 100 есе слабый екен, оның тығыздық именно. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Әне қараймыз. Density, тығыздық. Жердікі, мысалы, біз 100% десек, именно ненің тығыздығы? Атмосфераның, атомдық қоям, атмосфера. А Марстікі білім, мысалы, онка слабый. 1%, 100 есе слабый екен. Марстың несі слабый, қараңдаршы мен жерде. Атмосферасы, соған, это біздің ключевой словымыз, атмосфера. Так, келесі, неге қараңдар, сол үшін Марстың несі, ауасы деп тұр, ауасы не бермейді? Resistance деген сөзді білесіңдер ма? Resistance деп кім айтады? Білесіңдер ма resistance-ты? Бергі ма? Жазып алыңдар бұл сөзді. Resistance. Тоже физиканы ағылшынша, ну, точнее, ағылшынша білетіндер, именно физика қатысты термин тоже бұл негізі. Resistance это кедергі. Жазып алыңдар. Resistance. Вот R әрпін белгіленеді ғой, там закон Оманы өтсіңдер, вот сол закон Омада R әрпін беріледі, это resistance, это кедергі. Түсінікті ма? Яғни, оның кедергісі қандай не деп тұр? Not provide enough, яғни жеткіліксіз, кезексіз жеткіліксіз, чтобы бана вертолеттің нелер ғой ма? Мына ұшатын, мынандай. Осындай. Деп тұрады.
блейдстар, лезвиелер мынандай. Білесіңдер ғой да, не тұрады мындай. Айналатын, осындай. Айналатын, не сол ма? Бүйтіп айналатын. Солай жеткіліксіз екен. Именно не жеткіліксіз? Ауаның, ауа жеткіліксіз, оның тығыздығы жеткіліксіз. Кедергі жеткіліксіз, кедергі. Чтобы мынау, мынау ауада тұра алатындай, ауада тұратындай жеткіліксіз екен. Түсінікті ма? Марста тұра алмайды ол, ұшып. Мысалы бізде ауаның кедергісі бар, поэтому ауа бізде ауыр, ауыр, и сам вертолет спокойно тұрады бізді айналатын кезде. Ал Марста ауа жеп-жеңіл, поэтому вертолет тұра алмайды екен онда. Түсінікті ма? Не айтқым келгені? Оқушылар, Марстың ауасы жеп-жеңіл. Мысалы, қараңдаршы, допустим, мынау Марс дейік, мынау Марс как раз. Мынауысының бір ауасы дейік. Ол жеп-жеңіл. Мысалы, қараңдаршы, жеңіл нәрсеге. Сендер спокойно батып кетесің, мысалы, су секілді, су, бассейн. Бассейн болсын, сендер спокойно бассейн егер, мысалы, тығыз болса, спокойно сендер қалқып жүре бересіңдер, мысалы, бассейнге көп тұз сеуіп тастаса, сендерге оңайда жүзу, спокойно, сендер спокойно қалқып тұрасыңдар. А бассейн тығыздығы төмен болса, сендер батып кетіп аласыңдар. Мына сондай логика. Сендерге тексттің үшін осындай пример айтып отырмын. Мына Марстың ауасы не екен, тығыз емес екен. Түсінікті ғой да, ең главный идея түсінікті ғой да, проблема түсінікті ғой. Марстың атмосферасының тығыздығы өте слабый. Ауасының атмосферасы. Енді қараймыз. 5 жыл бойы соның командасы нені тексеріп кеткен, әртүрлі бір версиялар, дизайнерлер тексеріп кеткен екен. Мимик деген это қалай соны ұқсату ғой, мимик ұқсатып сол ненің Марстың атмосферасының условияларын соны қайталағысы келген екен, соны жасағысы келген екен. Түсінікті ма? Міне. В конце концов, олар Марста ұша алатын не жасаған, банағы вертолет жасаған екен. Себебі оның банағы лезвиелері біткен ұшатын қанат, скажем так, нелері айналып тұратын лезвиелері, блейдстары ұзынырақ, сосын тезірек айналады екен. Вот болды. Бірақ бана вертолеттің самолеттің размері өзі жердегімен бірдей екен. Олар определенный дизайн ойлап тапқан екен, чтобы Марста ұша алатындай. Вот все. Енді қараймыз. Не үшін вертолет ұша алмаған ол Марста? Соны айтыңдаршы, табыңдаршы мына жерде. Не үшін ұша алмаған? Қалай дейсіңдер? Потому что олардың атмосфералық жағдайы екі түрлі ма? Конечно же, брат. Мен сендерге айттым, оқушылар, осындай кезде main idea немесе осындай сұрақтар сұраған кезде тексті не айтылады, соған қараңдар. Тексті не айтылды? Тексті тек қана атмосфералық density туралы айтылды, density. Атмосфера туралы айтты. Енді сендер тұрып гравитация не үшін жазып қоясыңдар, мысалы. Гравитация туралы бір сөз айтылды ма? Хотя бы бір сөз. Даже гравитация деген сөз болмады. Түсіндің ма? Ұша алмаудың себебі не деп айтты олар? Тексті өздері айтып тұр ғой. Ауасы жеткіліксіз оның, резистанс, атмосферасы бөлек оның. Атмосфера несі бөлек? Жағдайы бөлек. Мындай condition емес, мында басқа сөзде тұруы мүмкін. Атмосфера, білмеймін, атмосферик features деп тұруы мүмкін, особенности. Түсінікті ма, білмеймін, качество деп мүмкін, quality деп тұруы мүмкін, quality, білмеймін, әртүрлі жағдай жазылып тұруы мүмкін. Бірақ атмосфера деген сөз, оның жағдайы бөлек. Түсінікті ма? Екіншісін қараңдар. Бана Blades деген екінші түсіндіріп ода, Blades деген вертолеттің айналып тұратын лезвиелері жердегі ол слишком үлкен дейді. Чтобы Марста жұмыс жасау үшін. Керісінше қараңдар. Марстағы ол ұзынырақ екен. Марстағы ол ұзынырақ шығады. Бұл керісінше жердегі ол үлкен деп тұрған жоқпын да. Жердегі үлкен деген нәрсе айтылмады. Керісінше олар Марстаған даже үлкен деп жасаған. Точнее, ұзын етіп жасаған Марстаған. Вот, B вариант келмейді. C вариант гравитация туралы даже бірде-бір сөз айтылмады. Гравитацияның қатысы жоқ. Керісінше, мына лезвиелері жердегі ол слишком кішкентай деген нәрсе айтылмады. Айтылмады ондай нәрсе.
мүмкін солай шығар, мүмкін слишком кішкентай шығар, болып тұрған шығар, мүмкін. Бірақ ол нәрсе текстте тікелей айтылмады, поэтому оны текстте тікелей айтылған нәрсе, мына основная причина Марстың атмосферасы бөлек, атмосфераға. Түсінікті ма текст? Қалай жұмыс жасау керек екенін кімге түсінікті болды? Я түсінікті, просто мен ана is only 1% остается деймін, ойладым, что у них типа одинаковые conditions. И типа ойладым, что, наверное, типа анау вариант келмейді деп. Аха. Енді мында as dense as earth деген негізі, мысалы, мына жерде same деп тұрса, мына қараңдаршы, мына жерде same деп тұрса, онда бірдей болатын еді. Бірақ мына is only 1% as dense as earth, және мына жердікінің тек қана 1% деп кірді. Вот мына, және мына жерде мағынасын түсіну өте маңызды. Осы жерде дұрыс түсінбей алсаңдар все уже. Сендерде бәрі бұзылып кетеді. Так, келесі сөз. Енді бұл сөз кішкене айтайын сендерге, мүмкін, точнее сөздік болған. Мына текст сендерге кішкене қиын болуы мүмкін түсінуге. Мүмкін, бірақ мен қиын деген сөз емес. Мүмкін солай. Так, әне бағанағыдай main idea. Мен сендерге қайталап айтамын. Main idea деген сұрақтарда сендер өз-өздеріне сұрақ қоясыңдар. Бұл нәрсе туралы текстте тікелей айтылды ма? Тікелей айтылса, все, соны таныңдар. Егер текстте ол нәрсе тікелей айтылмаса, сендер өз ойларыңды қоспаңдаршы, және өз ойларыңды артық нәрсе туралы айтпаңдар. Көбінің қателігі сол. Олар, скажем так, былай орысша айтқанда, кішкене мүмкін мен андай дұрысын айтып тұрған шығар. Не в темский вариант таңдап қояды да, не в темский келмейтін. Точнее, темадан алыс вариант таңдап қояды. Пожалуйста, темадан алыс вариант таңдамаңдар. Так, кеттік. Main idеяны табу керек екен, окей, текст оқиық. Ол Джек Лондонның бір романынан екен, новел, әне бір романынан. Бак деген какой-то бір sled dog деген еді, андай жүк таситын нелер ғой ма, біткен андай, мысалы неде жүретін, шанамен жүретін иттер оны, шананы алып алып таситын иттерді білесіңдер ма? Кинода неден көрген шығарсыңдар. Шанамен жүретін иттерді кім біледі? Вот сондай ит екен. Жазуындар кім білмеді? След деген это у нас шана. След это у нас шана. Сани ғой не шани. Сани. Жазуындар кім біледі, кім білмеді. Вот сол. Сондай ит екен. Мына қараңдар, Канадада как раз соны елесетіндер. Канада такой андай. Кішкене қыста мысалы салқын болады ол жақ. Сол итті бір елесетіндер ойларында. Сондай ит бар екен. Джон деген адаммен. Точнее, Торнтон деп фамилиясын айтып тұр. Торнтонмен өмір сүретін бір ит бар екен. И Торнтон оны жалғыз ұстаған екен. Мына қараңдар, екеуі тек қана бірге тұрған екен. Жалғыз ғана бақытпен болған екен Торнтон. Қараңдар. The rest of mankind was as nothing. Яғни Торнтон тек қана бақытпен болған екен, бақыт ұстаған екен. И как будто адамзаттың қалғаны оларға қандай болған? Ештеңе секілді. Түсінікті ма осы жерде? Аха. Түсінікті ғой да? Мына жерде қараңызшы, осы жерде өте маңызды нәрсе. Как будто адамзаттың қалғаны оларға ештеңе болған секілді. Яғни оларға маңызды емес. Оларға деген мына скорее всего Торнтонға осыны немесе мына бақыт, яғни олар бір-бірімен өте жақын екенін көріп тұрмыз. Мына не арқылы, сөздер арқылы олар бір-біріне өте жақын екенін көріп тұрмыз. Келесісі. Chance travelers might praise or pet him. Praise деген не кім біледі? Типа андай мақтау емес па? Дұрыс. Әне, praise деген это не мақтау. Chance travelers деген не десе, это просто случайный путешественник қойтса болады. Жай бір кездейсоқ не сияқты болушы там путешественник. Might praise him. Praise деген мақтап қалу, немесе pet him деген это. Pet не екенін білесіңдер да? Pet деген не ол? Үй жануары, дұрыс па? Pet деген. Әне, pet him деп, мына жерде как pet деген не ол? Глагол ретінде қолданып тұр.
яғни мысалы иттердің ісі ме кішкене басынан сипап сондай заботиться ету иттерге. Немесе мысыққа да айтуға кейде сол нәрсені біз пәт деп айтамыз, түсінікті ма, жануар ретінде. Жануарларға сондай забота көрсетсе біз не дейміз? Пәт дейміз. Мысалы басынан сипап, міне орыс тілінде как ласкать дейді, ласкать дейді, ласкать. Сондай сөз келіп тұр ойыма. Ласкать животных, животных, мына. Ласкать животных. Вот. Мысалы басынан сипап там сөйту, соны біз пәт деп айтамыз. Яғни оны сондай ласкать етеді екен, немесе мақтайды екен, мақтай алады екен. Қараңдар, but he was cold. Яғни ана ит қандай болған екен, өте сондай толқынқанды болған екен, былай айтқанда. Түсінікті ма? Сондай андай такой жесткий екен характер оның. И слишком демонстративный адамнан, демонстративный адам мына жерде түсіндіріп примерно андай слишком көптеп там көңіл бөліп слишком қатты мақтап қойып сөйтетін адамнан ол не істей алады екен, ол тұрып просто орнынан кетіп қалады екен. Яғни сондай екен, характері ауыр екен мына бактың, тұрып орнынан кетіп қалады екен. Енді қараңдар, торнтонның партнерлары Хэнс пен Пит ұзақ уақыт, ұзақ банағы не алған, күн алған путешествиеден келген екен, келген. Қараңдар, бак рефьюз деген сөз кім біледі? Рефьюз. Отвергать емес пе? Дұрыс. Отказаться. Отказ беру, дұрыс, отказ. Бак оларды мына не істеуден байқау, notice, байқаудан отказ берген екен, байқамаған екен, байқамаған сияқты болған екен. Мына до тех пор till, до тех пор он, ол үйренді, нені үйренді? Что банаға оның партнерлары Торнтонға жақын болғанға дейін. Яғни Торнтонға жақын екенін көрген, сол кезде ғана олар байқап бастаған. Түсінікті ма? Яғни Торнтонға жақын болған көрмей, точнее соны байқап үйренбегенге дейін оларға бак оларды банағыдай байқауға отказ берген екен, байқаудан. Түсінікті ма осы жерде? Аңыз нәрсе. Яғни ол ит бана түсінген екен, что бана басқа адамдар өзінің хозяйны Торнтонға жақын екенін, все уже оларға нормально қараған екен, олар байқап бастаған екен. After, одан кейін мына ит, he деген ол бана ит деп тұр әлі. Ит оларға толерировать относиться ету қараған екен, пассивный жолмен қараған екен. Түсінікті ма? Пассивный жолмен қараған екен, қабылдаған екен. Олардың favors деген как по-влашки ғой, негізі favor-ды как мәселе қалай түсінеді? По-влашки, одолжение. Түсінікті ма? Яғни олардан ал, мысалы мына жерден как нені оқиды? Favors from them деген не ол? Them деп ана кімді айтып тұр? Торнтонның партнерлары мына Хэнс пен Пит деген мына Хэнс пен Пит. Осылардан мысалы мақтау сондай әрекеттерін қабылдаған екен, как будто міне қараңдаршы, as though, как будто это керісінше бак оларға одолжение істеді. Мысалы андай одолжение істеуде қалай түсінеді? Міндетсінген секілді андай. Мен сендерден бана мақтау нелерді қабылдап тұрмын, спокойно относить тұрмын, и как будто мен сендерге одолжение істеп жатырмын деген секілді. Түсінікті ма? Это керісінше сендер маған рахмет етіңдер, что мен сендерге оны позволить етіп тұрмын, сендер мені сипап жатсыңдар, маған андай солай не істеп жатсыңдар, көңілдеріңді көрсетіп жатсыңдар. Түсінікті ма? Бактың характерін түсіндіңдер ме бактың? Бак былай айтқанмен не істеген? Тек қана мына Торнтонға нормально қараған, жақсы. А басқаларға олар, скажем так, қалай адам ретінде, там, жақсы адам ретінде қарамаған. Точнее, басқаларды көп қатты сыйламаған. Түсінікті ма? Тек қана Торнтонға жақын екенін көргеннен кейін уже олар нормально относиться қылсын, нормально, такой пассивно, окей деп, жақсы, сендер адам екенсіңдер деп. Бірақ мен сендерге әлі одолжение ретінде қараймын. Сендер мені сипайсыңдар ма? Это керісінше маған рахмет етіңдер, мені сипағандар үшін. Точнее, мен сендерге оны рұқсат берген сендерге секілді. Сондай характер болған екен. Түсінікті ма? Оқушылар, түсінікті болды ма? Мына жерде өте итті түсіну, иттің характерін түсіну, потому что текстте сол туралы айтып тұр, иттің характері айтып тұр, ит қандай екені туралы сипат алып тұр. Соны түсінбесеңдер, все, мынау
текст сізді жауап бере аласыңдар. Вот сол. Так, енді қараңдар, бүкіл вариантты қарап шығайық. Точнее, өздерің бірінші айтыңдаршы, қайсысы болып бөлесіңдер? Қай вариант болады? Ну, понятно, B вариант болмайды, потому что көптен B'ді дәлірек таңдаған, и ол қате вариант. Қайсысы болады? Но негізі, бағанағыдай келеді, осы вариант точно бармайды деп жауап бере аласың. Қай вариант келеді екен? A мен B точно болмайтын сияқты. Ну, B и так болмайды, понятно, B и так болмайды. Потому что сен таңдадың оны. Ана жерде қойым берген тұр, сен таңдаған, это қойым берген тұр. Ол болмайды. Қайсысы болады? Сима. Окей, тек көрейік. Бірінші, давайте A вариантын басақ келетін кезек тұрамын. But has become less social. Әне, less social деген те, менее социальный болды екен. Менее, әне, less social деген не ол? Оның банаға басқа адамдармен несі, отношениесі, соларға деген social не екенін түсінікті ғой да, мысалы, общаться ету басқалармен, солар сондай қасиеті несіген азайған екен. Қай кезден бастап? Ол торрентінің өмір сүргеннен бастап ол деген менее активный болған екен, яғни адамдармен. Түсінікті ма? Енді қараңдаршы, текстті сол нәрсе айтыла ма? Ол торрентінің өмір сүріп басынан кейін ол he became less social. Ол там білмеймін, ұялшақ болып қалды, ол адамдармен бірге болмайтын болып қалды деген туралы айтыла ма? Торрентінің именно өмір сүріп басқаннан кейін. Сол нәрсе айтылды ма тексті? Жауап беріңдерші. Жоқ, айтылмады. Жоқ, ол нәрсе айтылмады. В целом, бакты көріп тұрмыз, что бак адамдармен қатты көп не істемейді, андай жылы емес екенін көріп тұрмыз, бірақ ол торрентымен өмір сүріп басынан кейін сондай болып кетті деп айтылмаған. Мүмкін ол всегда сондай болған шығар. Торрентыңға дейін де торрентыңнан кейін де всегда сондай болып қалған шығар. Так что вариант алып келеміз. Әне, ол вариант айтылмаса текстте, все, сіз түсіндіңдер, ол арты ғой, керек емес оны. C вариантына қарайық. Жақсы, B вариантына қарай берейік. Сендер білмейсің, басында білмейсіңдер ғой енді. B дұрыс па дұрыс емес па. Бак адамдарға сенбейді деп тұрмын. Мистер сенбейді. И олардан мына қашу үшін, to avoid them, ол өзінің барын салады екен. Әне, шынымен де ол адамдарға жылы емес, бірақ олардан прям қашады деп айтылмаған, и адамдарға сенбейді деп айтылған ба? Адамдарға сенбейді деп. Жоқ, ол адамдарға салқын қана қарайды деген. Бірақ сенбейді деген нәрсе айтылмаған мына жерде. Түсінікті ма? Адамдарға сенбейді, олардан ол қашады деп айтылмаған емес. Ол айтылған, что адам слишком демонстративный болып кетсе, не слишком работасын көріп кетіп кетсе, ол тұрады да кетіп қалады деп айтылған. Бірақ ол адамдардан қашады, там, сенбейді деп айтылмаған. Так, адамдарды ұнатпау қатты, олардың сенбейді деген сөз емес. Так, үлгеріп шығармыз, бізде 1 минуттан аз қалды. Үшінші вариант. But has been, мына жерде уже это passive voice, отношение к баку уже. Has been especially well liked by most of Thornton's friends. Не деп тұр? But Thorntonның достарымен ұнатылған. Thorntonның достары ұнатты деп тұр. Қатты ұнатқан ба Thorntonның достары? Сол нәрсе айтылды ма мұнда? Текстте Thorntonның достары көп бөлігі бақты ұнатты деп айтылды ма? Бақты жақсы көрді, соны ұнатты деп. Текстте айтылған ба? Жоқ. Жоқ, айтылмаған.